Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін жай бөлшектерді қосу және азайту тақырыбын өттіңіздер. Сондағы 509 және 510 есептерді қарастырайық. Ең алдымен бірінші есепте бізде 5-тен 1, 9-дан 1, 3-тен 1 деген жай бөлшектер берілген. Осы бөлшектерге бізде ортақ бөлім беруіміз керек. Ол ортақ бөлім бізде 45 болады, балар. 45 5-ге де, 9-ға да, 3-ге де бөлінеді. 45-ті 5-ге бөлсек 9-дан береміз. 45-ті 9-ға бөлсек 5-тен береміз. 45-ті 3-тен берсек 15-тен береміз. Сонда 9 қосу 5 қосу 15 29 болады. Сонда 45-тен 29 деген бөлшек шығады, балар. Келесі екінші есепте 2-ден 1, 5-тен 3 және 3-тен 2. 2, 5, 3 сандарына ортақ бөлім бізде 30 болады. 30-ды 2-ге бөлсең 15-тен, 30-ды 3-ге бөлсең 6-тан, 30-ды 2-ден берсең 3-ге бөлсең 10-нан бересің. Сонда 15 қосу 18 азайту 10 бөлінісі 30 болып тұр. Сонда 13-тен 30 шығады, балар. Үшінші есепте, балар, бізге бөлшектер беріліп тұр, яғни 6, 8, 4 сандарына ортақ бөлім бізде 24 сан болады. 24 6-ға да, 3-ге де, 4-ге де бөлінеді. Сонда 6-ға бөлгенде 4, 8-ге бөлгенде 3, 4-ге бөлгенде 6 шығады. Яғни мына сандарды көбейткен кезімізде бізде 20 плюс 9 азайту 6, 23. 24-тен 23 келіп шығады. Ал, балар, төртінші есепте қарасаңыздар, 9, 9-дан 5, 6-дан 1, 4-тен 3. Бұл жерде, балалар, бізде 9, 6, 4 сандарына бізде ортақ бөлім бізде 36 болады. 36-ны 4-ке бөлсек, 9-ға бөлсек 4-тен береміз. 36-ны 6-ға бөлсек 6-тан береміз. Ал 36-ны 4-ке бөлсек 9-дан береміз. Бұл сандарды алымына да бөлімнен де көбейткен кезде бізде алымдары 20 плюс 6 плюс 27 шығады. Бөлімі 36 шығады барлығында. Енді барлығын қоссақ 53-те 36 шығады. 1,36-тан 17 шығады. Енді келесі 5-ші есепте 3-тен 1, 9-дан 4, 6-тан 5. Бұл жерде, балалар, 3, 9, 6 сандарына ортақ бөлім бізде 18 болады. 18-ді 3-ке бөлсең 6-тан бересің. 18-ді 9-ға бөлсең 2-ден бересің. 18-ді 6-ға бөлсең 3-тен бересің. Бұл сандарды алымдарына көбейтсек 6 плюс 8 плюс 15 шықса, бөлімдердің барлығы 18 шығады. Енді бұл жерде барлығын қоссақ 29, бөлімі 18 болады. 6-шы есепте 4-тен 1, 5-тен 1 және 10-нан 3. Бұл жерде 4, 5, 10 сандарына ортақ бөлім бізде 20 болады. 20-ны 4-ке бөлсең 5-тен бересің. 20-ны 5-ке бөлсең 4-тен бересің. 20-ны 10-ға бөлсең 2-ден бересің. Алымдарының көбейтіндісі 5 қосу 4 азайту 6 шықса, бөлшектің бөлімдерінің барлығы 20 шығады. Алымдарын есептесек 3 шығады да, ал бөлімі 20 болады, балар. Так, балар, келесі 510-шы жаттығуды орындайық, балар. Бұл жерде бөлшек бізде шақша түрінде берілген. Ең алдымен шақшаның ішінде тұрған бөлшектерді ортақ бөлім беріп орындап алайық. Бұл жерде 15-тен 7, 6-тан 1. Бұл жерде 15 пен 6-ға ортақ бөлім 30 сан болады. Яғни 30 15-ке де 6-ға да бөлінеді. 15-ке бөлсек 2-ден береміз, 6-ға бөлсек 5-тен береміз. Сонда 14 азайтылған 5 бөлімі 30 болады. Енді ол 30-дан 9 болады, дұрыс па? Енді бұл екеуі бізде қысқарып кетеді ғой. 3-ке қысқарт жерсек, сонда 10-нан 3 болады. Плюс 5-тен 2. Бұл жерде 10 мен 5-ке ортақ бөлім бізде 10 болады да, 10-ды 5-ке бөлсең 2-ден бересің. Сонда 3 қосу 4 бөлшектің бөлімі 10, 10-нан 7 болады. Екінші есепте 8-ден 3 азайту 9-дан 1 плюс 36-тан 25. Бұл жерде ең алдымен жақшаның ішін орында боламыз. 8 бен 9-ға ортақ бөлім 72. 72-ні 8-ге бөлсең 9-дан бересің. 9-ға бөлсең 8-ден бересің. 8-ге бөлсең 9-дан бересің. Енді ол алымдарына көбейтсек 27 азайтылған 8 бөлшектің бөлімі 72 болады. Енді, балалар, бұл жерден 72-ден 19 шығады. Плюс 36-тан 25. Бұл жерде ортақ бөлім 72 болады да. Так, мына жерге 72-ні 36-ға бөлсең 2-ден бересің.
Сонда 19 плюс 50 бөлінген 72 болады. 72-де 69 екеуін қысқарт жерсеңіздер де болады. Қысқарт жерсеңіздер 24-тен 20 шығады. Қысқартпасаңыздар осылай қалып кете береді. Келесі үшінші есепте 9-дан 8, 6-дан 5. Бұл жерде жақшаның ішін ең алдымен орындап аласыздар балалар. 9 бен 6-ға 18 болады бізге. 18 9-ға бөлсеңдер 2-ден бересіңдер, 18-ді 6-ға бөлсеңдер 3-тен бересіңдер. Мына жерде негіз жазылмаған, жазып қоюға болады. 2 деп және 3 деп. Енді алымдарын көбейтсек, 16 азайтылған 15 бөлінген 18 болады. Плюс мына жақшаны дүниені қосып қоямыз. 18-ден 1 плюс 3-тен 2. Бұл жерде ортақ бөлім 18 болады. 18 3-ке бөлсеңдер 6-тан бересіңдер балалар. 6-тан берсеңдер, мына жерде 12 плюс 1 болады. Қосып жіберсеңдер 18-ден 13 келіп шығады балалар. Келесі 8-ден 7, 20-дан 13. Бұл жерде ортақ бөлім балалар бізде 40 болады. 40-ты 8-ге бөлсеңдер, мына жерде 5-тен бересіңдер да. Ал мына жерде 20-ға бөлсеңдер, так нештеден бе 2-ден бересіңдер. Енді көбейтсеңдер 35 азайтылған 26 болады. Бөлінген 40. Енді балалар бұл жерде жақшаның ішінен 40-та 9 шығады бізде. Плюс мына жер 10-да 9. Мына жерден бізде 4-тен бересіңдер. 4-тен берсеңдер 9 қосу 36 бөлінген 40. Бұл жерде 45 пен 40 шығады. Екеуін 5-ке қысқарт жерсеңдер 8-ден 9. 1,8-ден 1 деген сөз. Келесі 8-ден 7 азайтылған 12-ден 1. Бұл жерде 8 бен 12-ге ортақ бөлім бізге 36 болады. 36-ны 8-ге бөлесіңдер, 2-ден бересіңдер. Және 36-ны 12-ге бөлесіңдер, 3-тен бересіңдер. Енді бұл жерде 14-тен 13-ті азайтсаң 11, 36-тан 11 плюс 6-тан 5 болады. Бұл жерде ортақ бөлім 36 болады да, мынаған 6-тан бересіңдер. 6-тан берсеңдер 11 қосу 30, бөлшектің бөлімі бізде 36 болады. Сонда 36-тан 40 бар. Бұл дегеніміз 1,36-тан 5 деген сөз. Келесі екінші соңғы есебіміз 18-ден 7 азайту 12-ден 1. Бұл жерде 18-ден 12-ге 36 болады. 36-ны 18-ге бөлсең 2-ден, 36-ны 12-ге бөлсең 3-тен бересің. Сонда 14 азайтылған 3 бөлімі 36 болады. Плюс 6-тан 5. Бұл дегеніміз 1,36-тан 5 деген сөз. Жетінші есепте 4 пен 15-ге ортақ бөлім бізге 60 болады. 60-ты 4-ке бөлесіздер және 60-ты 15-ге бөлесіздер. Сонда 45 азайтылған 32 болады. Бұл жерден шығады балалар бізден 60-та 13 шығады. 20-дан 17. 60 пен 20-ға 60 болады да, мынаған 3-тен берсең. Так, мынаған 3-тен бересіңдер. Сонда 13 қосу 51, 36 болады. Екеуін де 4-ке бөліп жерсеңдер 1,15-тен 1 шығады балалар. Келесі бізде 5-те 11-ші тапсырма. Бұл жерде сіздерге балалар жұлдызша беріп қойған. Яғни жұлдызшаның орнына бір тиісті санды қоюларыңыз керек. Бұл жерде мен сразу тиісті санды қойып қойдым. Енді қандай тиісті сан қоюға болады? Бөлшектің бөлімі 15 болу үшін балаларына жерге 5 қоясыздар. Сонда 3 пен 5-ге ортақ бөлім 15 болады. Мынаған 5-тен бересіздер, мынаған 3-тен бересіздер. Екеуінің қосындысы 8. Яғни 15-тен 8 болады. Екінші, бөлшектің бөлімі 45 болу үшін 5 пен 9 болады. 9-дан наған бересің, 5-тен наған бересің. Сонда 9 қосу 5, 14 болады. 45-тен 14 болады. Үшінші, 28 болу үшін 7 мен 4 болады. Яғни 7-ні 4-ке бөлсең 28 қой. Мынаған 4-тен бересіңдер, мынаған 7-тен бересіңдер. Сонда қосындысы бізде 11 шығады да, бөлшектің бөлімі 28 шығады. Төртінші есепте 3 пен 8, екеуінің көбейтіндісі 24, яғни ортақ бөлім болады. 24-ті 3-ке бөлсең 8-ден бересің, 8-ге бөлсең 3-тен бересің. Бұл жерде екеуінің қосындысы 11, бөлшектің бөлімі 24 шығады. Келесі 5-ші есепте 3-тен 5, бұл жерде оңай, 3 пен 2-ге 6 болып тұрғанын біліп тұрмыз. 6-ны 3-ке бөлсек 2-ден береміз, мынаған 3-тен береміз. 2 қосу 3, 5, бөлімі 6. 6-шы есепте 6 мен 7, яғни бұл 42 екені белгілі бізге көбейтіндісі. Енді мынаған 7-тен, мынаған 6-тан береміз. Екеуінің қосындысы 13, бөлімі 42 болады. Енді 512-де бізде балалар сіздерде
кесінді мына жерде бізге координаталық түзу берілген сіздерге. Бұл координаталық түзуде екі теңдеу шығады, y бойынша және x бойынша. X бойынша бізде 10-нан 7 азайтылған x 5-тен 1 шығады. Бұл жерде мына бөлшекті теңдіктің екінші бөлігіне өткізіп жіберген кезімізде бізде азайтынды болып өтеді. Сонда 10-мен 5-ке ортақ бөлім бізге 10 болады. 10-ды 5-ке бөлсеңдер 2-ден бересің. Сонда 7 азайту 2 бөлімі 10 болады. Бұл x-қа тең. X-іміз сонда 5-пен азайтсақ 5 бөлімі 10 болады. Екеуі 5-ке қысқарады. 5-ке қысқартсаңдар 2-ден 1 келеді. Ал екінші y бойынша бізде 7 плюс 10 плюс 4, 5-тен 4 тең y. Бұл жерде мына екеуінен сразу ортақ бөлім бер жерсек 10, маған 2-ден береміз. Сонда 7 қосу 8. Қоссақ 15 шығады, бөлімі 10 шығады. Екеуі де 5-ке қысқарады. 5-ке қысқартсақ 2-ден 3 келеді. Сонда 1,2-ден 1 деген сөз балалар. Арна ұнап жатса, лайк басып, пікірімізді білдіріп өтейік балалар. Ал келесі тапсырмаларды бұдан да жақсы түсіндіру жолымен көрсететін боламын.